Актер Сәбит қазір қайда? Ұжымның 100% маған қарсы болды. Сәбит Әбдіхалықов театр басқарған кезін айтып берді. Отандық танымал актер әрі режиссер Сәбит Әбдіхалықов Мүсірепов пен Әуезов театрындағы басшылық қызметі туралы бар шындықты айтты. Өнер иесінің сөзінше, бастапқыда оған ұжымның 100% қарсы болған. Бұл туралы kaz.nur.kz сайты хабарлайды. Сәбит Әбдіхалықов өзінің басшылыққа тағайындалуына қарсы болған жандарды толықтай түсінетінін және олардың ұстанымын қолдайтынын айтты. Режиссер театрда бір күн жұмыс істемеген адам қалай басшы болады деген сынды өте орынды деп санайды. Десе де актер Мүсірепов театрын басқарғанда қарсы болғандардың барлығы басқа қызметке ауысқанда онымен қимай қоштасқанын жеткізді. Мен Мүсірепов театрына басшылыққа келгенде бәрі 100% қарсы болды. Ол театрдың әртісі болсам, мен де қарсы болар едім. Өйткені театрда бір күн жұмыс істемеген адаммын ғой. Мен оған дейін Салтанат би ансамблін, циркті басқардым, шоу-бизнесте жүрдім. Олардікі дұрыс деп ойлаймын. Театрда бір күн жұмыс істемеген адам қалай театрды басқарады деп жүрді. Мен ешкімге ренжіген жоқпын. Ешкім қарсы болып, айқайлап шу шығарған жоқ. Бірақ іштегі атмосфера сондай болды. Ал сол Мүсірепов театрынан Әуезов театрына ауысқан кезде 100% бәрі қимай қоштасты. Дұрыс жұмыс жасап, көңілдерін тапқан шығармын. Әуезов театрында да 30-40% қарсы болды. Ол жақтан кетерде де 70%-дай адам қимай қоштасты. Тіпті президентке хат жолдап, мен үшін шырылдады. Маған басшылық кету керек деді. Мен жарайды дедім. Ол кезде жұмысты ойлап жүрген мен жоқ. Үйленіп, ауруханада емделіп жүргенмін, деді өнер иесі. Сонымен қатар басшылық қызметтен кеткен Сәбит Әбдіхалықов бүгінде немен айналысып жүргенін айтты. Қазір Алматыда үйдеміз. Бұған дейін бір қатар қызметте болдық, оны да көрдік. Маңдайымызға осы қызметті көру жазылған шығар. Қазір жеке шығармашылық, жеке жобаларыммен айналысып жатырмын. Жаңа жастар театрын аштым. Өңір-өңірлерді аралауды жоспарлап отырмыз. Бұл бастаманы бастарда маған көп адам көмектесті. Кезінде мен өзім көмектескен жандар енді маған көмектесуде. Бір спектакльді қоюдың ақшасы 10 миллионға дейін шығады ғой. Спектакль жайлап ақтайды, деді актер Базарлайк бағдарламасында. Құрметті көрермендер, бәрімізге таныс продюсер, актер Сәбит Әбдіхалықовтың бұл әңгімесі тек өнердегі қызмет емес, нағыз көшбасшылықтың үлгісін көрсеткендей, ұжымның 100% қарсы болды деп ашық айтуы, біріншіден өзіне деген сенімнің, екіншіден сынға сабырмен қараудың белгісі. Бастапқыда күмәнмен қараған адамдар кейін қимай шығарып салған екен. Бұл меніңше ең үлкен марапат. Сәбит ағамыздың өнерге деген шынайы ниеті, еңбекқорлығы мен адамдармен жұмыс істей білу қабілеті жастарға үлгі болатын шығар. Ол жүрген жерін түсіністікке, өнерге, ортақ іске ұластыра алады деген сөз. Басшылықты міндет емес, жауапкершілік деп қарауы ол кісінің адамгершілігін көрсетеді. Қазір жастар театрының іргесін қалауда, оның әлі де елге, өнерге берері мол екенін білдіреді. Қолдаушыларын жоғалтпаған адам ешқашанда жалғыз емес. Ал Сәбит Әбдіхалықов ағамыз секілді көшбасшылар әр кезеңде де керек шығар. Аман болсын, денсаулығы зор болсын, барлық жақсылықты тілеймін.